Қазақстан Республикасының 20 жылдығына орай облыс орталығында үлкен салтанатты жиын өтті. Оған өңір басшысы Ерік Сұлтанов қатысып, еңбегімен еленген бірқатар жерлестерімізді мерейтойлық медальдармен наградтады. Тақырыпты Гүлнар Сайлауқызы тарқатады. Тәуелсіз еліміздің басты құндылықтарының бірі Конституция ата заңымыздың қабылданғанына биыл тура 20 жыл толып отыр. Тәуке ханның жеті жарғысымен Қасым ханның қасқа жолынан бастау алатын заң жобасы бүгінде егеменді еліміздің тұрақтылығының кепілі. Алдымен облыс басшысы ата заңымызға арналған көрмені тамашалады. Кейін салтанатты жиынды ашып, барша алаш үшін мерейлі күнмен жиылғандарды құттықтады. Ата заң біздің азаттық алғалы атқарған барлық істеріміздің алтын таразысы болып табылады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, оның құқығы мен бостандығы. Бұл еліміздің тұрақтануы мен өркендеуінің негізі мен кепілі. Еліміздің бүгінгі мен болашағының негізі тұрақтылық, ұлтаралық бейбітшілік, конфессиялық келісім, халықтар достығы екені баршамызға аян. Батыс елдермен тереземіз тең болып, әлем бізбен санасатын жағдайға жеттік. Бұл әрине елбасының сындарлы саясатының арқасында. Дегенмен мемлекеттегі реформаларды жүзеге асыру еңбек қоғамының арқасы. Сондықтан ата заңымыздың мерейлі датасында еңбегімен ерекшеленген бір топ жерлесіміз медальдармен наградталды. Аймақ басшысының қолына мерейтойлық медальдарды алғандардың қатарында арнамыздың аға режиссері Гүлнар Мұратова да бар. Өңіріміз бен республикамыздағы жаңалықтарды бірінші болып таратуда және көрермендерге қызықты бағдарламаларды ұсынуда аға режиссердің еңбегі зор. 20 лет Конституция является... Конституция 20 жыл бойы кепіліміз болып отыр. Біздің құқығымыз бен міндеттеріміз бар. Ынтымақтастықта өмір сүрудеміз. Қолда бар тыныштық, бейбіт өмірді бағалау керек. Бәріміз берекелі болашақ үшін еңбек етуіміз қажет. Сонымен қатар талай жылғы маңдай терінің жемісін облыстық Солтүстік Қазақстан газетінің бас редакторы Жарасбай Сүлейменов та көріп отыр. Конституциямыз қабылданғанға дейінгі мен одан кейін 4-ші билік өкілі болып еңбек еткен Жарасбай Қабдоллаұлы Конституцияның түп тамыры би-шешендердің заманынан бастау алады дейді. Көптеген халықаралық ұйымдарға мүше болдық. Қазақ елін, қазақ жерін бүкіл әлем таныды. Міне осының бәрі өз бастауын тарихи жеті жарғыдан алатын біздің ата заңымыздың арқасы. Ата заңымызда біздің өміріміздің негізгі заңына айналып отырған заңда бүкіл қоғам өмірінің барлық жақтары қамтылған. Сондай-ақ жерлестеріміздің бірлігі облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Олардың барлығы дәрігер, ұстаз, механизатор, жүргізуші. Бір сөзбен айтқанда қарапайым еңбек адамдары. Өздерінің жұмыстарының бағаланып жатқанына олар дән риза. Бүгінгі жетістік ол еліміздің жетістігі дейді. Осы 20 жылда көп жетістіктерге қол жеткіздік. Жаңа мекемелер салынып жатыр, жабдықтар алынып жатыр больницаларға бәріне. Көп жетістіктерге қол жеткіздік. Елбасымызға көп рахмет. Өте қуаныштымын. Еңбегіміз еленіп жатқанына. Бірлік пен қоғамдық келісім Қазақстанның басты мақтанышы. Ұлтаралық татулық, барлық көрші елдермен бейбіт өмір кешу еліміздің басты жетістігі. Барша халық ата заңымызда ардақ тұтады. Бұл тәуелсіздігіміздің тұғырлы екенін тағы бір дәлелдейді. Гүлнар Сайлауқызы, Александр Шереметьев, Қуаныш Қазбеков, Дулат Мұсафиров, Анатолий Белонок, ақпарат.